Семей қаласында жарық көретін өңірлік басылымдар халыққа ақпарат таратып, қоғамдағы маңызды мәселелерді көтеріп келеді. Солардың қатарында Ертіс өңірі және Спектр газеттері бар. Бұл басылымдар аймақ жаңалықтарын жариялап, тұрғындар мен билік арасындағы ақпараттық байланысты нығайтып келеді. Мен ылғи келем осында газетке, жақын тұрам, осында келем. Газет маған ұнайды. Кроссворд қарайым, содан кейін әлгі мені телевизордың несінің бәрін қарайым. Оқимын. Мен орысша оқимын. Орыс жерінде өсіп туған. Спектр алам. Ылғи. Бір 15 жыл болды ғой. Ылғи келіп, ылғи алам. Сол. Кейде кроссворд жөнді буквасы көрінбейді, енді все-таки көзім 80 келіп қалдым. Бәрі ұнайды, айбат, программасы бәрі айбат. Рахмет. Қазақ тілінде шығатын Ертіс өңірі газеті өңірдегі қоғамдық саяси, әлеуметтік және мәдени жаңалық тұрақты түрде жариялап келеді. Басылым оқырманға өңірдегі өзекті мәселелерді жеткізіп, түрлі сараптамалық мақалалар мен сұхбаттарды ұсынады. Газеттің таралымы 72 мың данаға жетіп, ол аймақтағы ең көп таралатын басылымдардың біріне айналған. Газеттің оқырманымын. Ертіс өңірінде Спектрді жұма сайын алып тұрамын, уақытында келемін, уақытында береді, сонымен сол бір жұмаға жететіндей оқитын мақалалар басылады. Мен жиі өзімде жазамын, барлық редакциядағы адамдарды танимын, бірге оқырман ретінде өте жақсы талап қойылады, сол талаптың бәрінде орындалады. Біз соның бәрінде оқуға, тырмысуға тырмысамыз. Енді қазіргі уақытта мына облыс болғаннан бері өте көп ойлар келеді, өте көп ұсыныстар келеді. Соның бәріне де көңіл бөледі. Бас редакторымыз дейміз, бас директоры Байбақова Омарбектің еңбегі өте зор. Әрине оңай емес. Қандай мәселеде кірсе де, ол баспа деген өте ауыр. Сондықтан ол соның бәріне де төзіп, соның бәріне де көніп, бізге ақылын айтып, жақсылықтарын көрсетіп жатады. Рахмет. Газеттің мазмұнына өте ризамын. Егер риза болмасам, оны не үшін сатып алар едім? Жақсы газет. Қала өміріне қатысты барлық мәселелер өткір әрі нақты жазылады. Саяси материалдар да бар. Шамамен 20 жылдай, бәлкім одан да көп уақыттан бері оқып келемін. Bir кезде тұрақталып тұрдым, кейін біраз уақыт алмадым. Кейін біздің жұмысымыздың қарбаласы азайған соң қайтадан ала бастадым. Мұнда теледидар бағдарламасы да бар. Ал орыс тіліндегі Спектр газеті де өңірдегі маңызды ақпарат көздерінің бірі. Басылымда қала өмірі, экономика, қоғам және мәдениет тақырыптары кеңінен қамтылады. Апталық газет 27 мың данамен басылып шығып, тұрақты оқырманын қалыптастырған. Осылайша Ертіс өңірі мен Спектр газеттері өңір тұрғындарын сенімді ақпаратпен қамтамасыз етіп, қоғамдағы маңызды жаңалықтарды халыққа жеткізуде маңызды рөл атқарып келеді. Тоғжан Мақатаева, Ринат Оралов, Әлішер Абилов, ТВ Алты телеарнасы.